Бүгін біз видеода көп адамдарды мазалайтын мәселе қомағайлық тақырыбын көтеретін боламыз. Тамақ ішкім келе береді, не істесем, тамақты ойлаймын да тұрам, қайтсем болады деген сияқты мәселелер көптеп келеді. Жалпы бұл сылтау емес, бұл үлкен күрделі мәселе. Бұл мәселенің атауы бар, ол тамаққа деген тәуелділік. Жалпы тәуелдіктің түрлері өте көп. Ол жәнегі алкогольдік өнімдерге тәуелдік болуы мүмкін, шылымға тәуелдік болуы мүмкін, адамға деген тәуелдік болуы мүмкін. Сондай тәуелдіктердің бірі ол тамаққа деген тәуелділік. Жалпы зерттеулер бойынша дүние жүзіндегі барша адамдардың 1/3 бөлігі тамаққа тәуелдік сезімі бар деген сондай соңғы зерттеулердің нәтижесі бар екен. Енді біз бүгін осы видеода тамаққа тәуелділіктің 4 түрін қарастыратын боламыз. 4 себебін және де бұның шешімін айтылатын болады. Біріншісі ол адамда күйзелістен, стресстен, рахат, демалу сезімінің болмауынан болатын қомағайлық екен. Яғни, мысал үшін әйел адам үйінде, отбасында көптеген жұмыстарды атқарады, бала шағасынан қызмет етеді, сөйтіп шаршайды, күйзелісте болады. Енді ол адам тамақтан сөйтіп өзіне деген рахат сезімін алады екен, демалады екен тамақ арқылы. Мысал үшін, сіздер білесіздер, бақыт гормоны, ол дофамин деген гормонның түрі бар. Бақыт гормоны, қуаныш гормоны дейді. Енді адам шаршаған кезде тамақ ішеді, тамақ ішкеннен кейін өзін жақсы сезініп, жәнегі дофамин гормоны бөлінеді екен. Яғни сонда получается замкнутый круг. Адамда стресс, тамақтану, одан кейін қуаныш сезімі. Сөйтіп адамда неправильный басында байланыс орнайды екен. Енді бұның шешімі қандай? Бұның шешімі, сіз ойлаңыз, тамақтан басқа сізге не рахат сыйлайды? Неден сіз ләззат аласыз, неден сіз демаласыз? Ол әр адамда әртүрлі болуы мүмкін. Біреу мүмкін өлең айтқаннан, ләззат алып демалады. Мүмкін біреу тоқудан, біреу кітап оқудан. Барлығымыз әртүрліміз, әрбіреуіміз әртүрліміз, сондықтан әркімнің жауабы әртүрлі болуы мүмкін. Сондықтан прям жазып тұрып өзіңізге осы сұраққа жауап берсеңіз болады. Соны өміріңізге ақырындап енгізіңіз. Яғни тамақтан басқа сіз неден рахат аласыз, соны өміріңізге енгізіңіз. Екінші мәселе ол жәнегі режимсіз тамақ ішу, режимсіз уақытсыз уақытта тамақ ішу. Кәдімгі основной тамақ ішетін уақыт бар ғой, таңғы, түскі, кешкі араларда перекус болуы мүмкін, одан басқа уақытта жүріп ауызға салып жүру, тамақ ішіп жүру, уақытсыз уақытта тамақ ішу деген жаман әдетті адамды осы қомағайлыққа келу мүмкін екен. Мысал үшін, үйде отырған әйел адамдар жәнегі балалардың жемей қалған тамақтарын аузына салу, компьютерін аузына сала салу, печеньеларын, жеген тамақтарының қалғанын ысырап болмасын деп жей салу, не болмаса жұмыс істейтін адамдарда мүмкін болуы мүмкін, бір кабинеттен бір кабинетке жүгіріп жүріп, печеньені көріп ауызға тыға салу, шемішке шағу деген сияқты. Осындай жаман әдеттер адамның лептин гормоны бөлінеді ғой адамда, гормон сытости дейді. Адамның тойғанның көрсететін гормон бар бізге, лептин деген. Сол гормон аузымызға көп тамақ сала бергеннен жұмысы әлсірейді, не болмаса бұзылады екен. Яғни адам өзінің тойғанын сезбей қалады екен. Сондықтан уақытымен тамақ ішіп, арасында ауызға тамақ салу дегенді қою керек екен. Осы жаман әдеттен арылу үшін. Енді үшіншісі ол жәнегі қарапайым көмірсуларды көптеп қолдану екен. Ол дегеніміз, яғни тәтті өнімдер, қанты бар өнімдер, қант, ағынды өнімдер, олар қарапайым көмірсуларға жатады. Осыны көптеп қолданған кезде біздің қанымызда қанттың деңгейі резко секретті, образно говоря, резко көтеріледі. Ол біздің ағзамызға ұнайды екен. Сөйтіп ағзамызда шартты түрде енді махаббат пайда болады екен, сондай тамақтарға деген жақсы көру сезімі. Сондықтан ондай адам осы тамақтарды іздеп тұратын болады. Сондықтан бұл жерде бұның шешімі қандай? Сіздер жәнегі қарапайым көмірсуларды басқа көмірсуларға алмастырасыз, пайдалы. Ол жәнегі жеміс-жидектер болуы мүмкін, жаңғақтың түрлері болуы мүмкін, көкөністер болуы мүмкін. Сөйтіп жаман әдетті жақсы әдетке алмастыруыңыз керек. Тәттінің орнына сіз жәнегі жеміс-жидектер жеуіңіз керек. Ұнды тамақтың орнына мүмкін жаңғақ жеу керек деген сияқты жақсы тамақтануға, дұрыс тамақтануға ақырындап ауысуыңыз керек. Одан кейін төртінші жәнегі осы қомағайлыққа келетін төртінші себеп ол диеталар, тамақтан өзін қатаң түрде шектеу, сондайлар әкеледі екен. Мысал үшін, диетада отырған кезде ағза өзіне керекті қоректік заттарды толыққанда ала алмайды, ағза қиналады. Ағзамыз, енді қарапайым тілмен айтқан кезде біздің ағзамыз өте ақылды ғой. Ол ойлайды, тамақ жетпей жатыр, яғни аштық. Енді не істейді ағза? Ағза сіздің өміріңізді аман алып қалу үшін, ол сіздің жеген тамағыңызды
запасқа жинай бастайды қор қылып. Яғни сонда ағза сізді көп тамақ ішуге итермелейді, қоректік заттарды өзіне жетіспеген алу үшін. Бірден, екіншіден сіздің жеген тамағыңыздың барлығын қор қылып жинайды, яғни май қылып сізді жеген тамағыңызды майға айландырады екен. Сондықтан бұл жерде не істейміз қыздар? Егер сіз салмақ тастағыңыз келсе, қалай салмақ тастаймын дейсіз ғой, және шектеулерсіз, сіз дұрыс тамақтанасыз, яғни керекті қорек заттардан тұратын алуан түрлі әртүрлі продуктыларды жейсіз, бірақ ол сіздің нормаңыздан азғантай төмен болу керек, яғни азғантай дефицит болу керек, сонда сіздің ағзаңыз сезбей де қалады. Сөйтіп қыздар, ешқандай диета, қатаң шектеулер тамақтануда болмау керек. Егер қомағайлық болмасын десеңіздер. Енді қысқаша тағы айтып кететін болсам, біріншіден өзіңізге рахат, демалу сезімін сыйлау керексіз. Тамақтан бөлек басқа іс-әрекет арқылы қыздар. Ол не екенін өздеріңіз ойлаңыздар, сөйтіп оны өміріңізге енгізіңіздер ақырындап, біртіндеп. Екіншіден ол жәнегі уақытымен тамақ ішу, уақытсыз уақытта ауызға ештеңе салмау қыздар. Уақытсыз уақытта перекус жасап, ауызға бір нәрсе тығу дегенді мүлдем қою керек. Үшіншіден ол жәнегі жаман денсаулыққа зиянды көмірсуларды жақсыға барынша ауыстыру керек, барынша. Полностью деп айтпаймын, ол мүмкін емес шығар, барынша ауыстыру керек, яғни фрукты, көкөністер, жәнегі жеміс-жидектер, жаңғақтарды барынша тәттінің орнына соларды енгізулеріңіз керек. Ал төртінші, ол жәнегі қатаң шектеулер, диеталарды мүлдем өміріңізге және тамақтануыңызға енгізбеңіздер. Енді бұл мәселе қыздар, жәнегі тамаққа деген қомағайлықты ең бастысы бастау керек. Жеңу үшін және қомағайлықты ең бастысы бастауларыңыз керек. Өміріңізге ақырын біртіндеп, поэтапно енгізулеріңіз керек екен.